Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Зе Құлымбет. Егер Зе Құлымбет YouTube арнасына бірінші болып кіріп отырсаңыздар, сіздерден достар бірақ өтінішім астыға түсіп, колокольчикті басып, подписаться кнопкасын басып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер сіздер әр қазақ бай болсын десеңіздер, сол қосқан үлестеріңіздің бірі лайк, подписка болсын достар. Себебі лайк, подписка жасасаңыздар, бұл видео топқа шығады. И одан кейін барлық қазақ азаматтарымыз бұл видеоны көріп ақша таба бастайды. Бұған мен кепілдік беремін. Бүгінгі біздің тақырып airdrop тақырыбы. Airdropта мен өзім қанша ақша таптым осы 1-2 айдың ішінде, және ол airdrop темасы қалай жұмыс жасайды, қандай нюанстары бар, неден бастаған дұрыс, сол жайлы қазір толыққанды сіздерге ақпарат бере кетемін. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Етекте сұрпа бетке лайктарыңыз Зе Құлымбетке. Сонымен достар, қазір airdrop темасын жалғастырмай тұрып, сіздердің ойларыңызда тұрған ең басты сұраққа жауап берейін. Мен airdropтан қанша таптым? Осындай сұрақ сіздер маған қоясыздар, мен білемін. Мен 2 айда airdropтан примерно $136 таптым. Иә достар, $136 табу үшін менен особо қатты бір үлкен еңбек қажет етпеді. Қарапайым заданиялар, Telegram каналға тіркелу, Twitterге тіркелу. Ол жағын қазір бастарыңызды қатырмаңыздар, мен сіздерге барлығын түсіндіріп беремін. Әрине, сіздер қазір криптовалюта саласында мүлдем хабарларыңыз болмаса, онда осы airdrop деген сөз сіздерде бір сұрақ белгісі тұруы мүмкін. То есть түсінбей жатыр мүлдем, airdrop деген не, осыны түсіндіріп етші деп. Қазір сіздерге бірінші теориясын түсіндіріп өтемін, одан кейін практикаға өтеміз. Практикада сіздерге қазір бір airdropтың несін жасап, заданиясын орындап көрсетемін. Ол жағын уайымдамаңыздар, менде арнайы канал бар, Зе Құлымбет airdrop. Сол жақта мен airdropтарды шығарып отырамын. Так что бәрін сіздерге максималды түрде шайнап беремін. Және де достар, жас аралыққа қарамайды. Сіздер хоть 5 жаста болыңыз, 10 жаста болыңыз, 20 жаста болыңыз, 30 жаста болыңыз, кез келген адам бұл схема арқылы ақша таба алады. Мен өзім $136 таптым, пример ретінде көрсеттім. Бұл результаттар менің Telegram каналымдарда талай шықты, көрсеттім, осындай түсті маған. Және де оны қалай шығару, қалай ақшаға шығару, ол жағын қазір уайымдамаңыздар. Мен өзім ақшаға шығарған кезде сіздерге пост жазып, бәрін түсіндіріп отырамын. Сол себепті ол жағын бәрін бастарыңызды қатырмаңыздар. Ең басты сіздерде желание болса, болды достар. Желание болса, сіздер любой жерден ақша таба аласыздар. Қысқаша ғана теория, airdrop дегеніміз не? Airdrop дегеніміз сіздер какой-то бір задание орындайсыздар. Сол задание орындаған үшін сіздерге вознаграждение ретінде токен береді. Сол токенді сіздер уже биржаға сатып, биткоин, эфир аласыздар. Ал биткоин, эфирді қалай ақшаға шығару, ол өте қарапайым. BitChange сайты, bitchange.ru немесе .com сайт арқылы уже реально кошелектеріңізге немесе банковский карталарыңызға шығарып алсаңыздар болады. Бұны білсеңіздер болды. Басқа сіздердің бастарыңызды қатырудың қажет жоқ. Және де достар, airdrop мысалы келетін болсақ, 100 airdropқа қатыссақ, 100 airdropтың барлығы бізге токен береді деген сөз емес. То есть арасында скам проекттері болуы мүмкін, то есть жабылып қалуы мүмкін, немесе таратпауы мүмкін. Бірақ 100 airdropтың примерно 20-30% нормально токендер береді. Сол токендерді біз уже реально ақшаға шығарып аламыз. Сол себепті егер сіздерде 100 airdropқа қатысып, көп airdroптарыңыз болмай жатқан кезде, немесе сізге түспей жатқан кезде, оған қатты уайымдамаңыздар, мүлдем назар аудармаңыздар. Біздің мақсатымыз ең басты airdropтың бәріне қатыса беру. Мен өзім осы Зе Құлымбет airdrop каналында бәрін шығара беремін. Просто соған қатыса беріңіздер. Мен сол қатысқан арқасында $136 таптым. То есть мен білмедім ол маған төлейді деп. Мен даже ол маған төлемеген өзінде мен ешқандай настроением құртылмайтын еді, себебі менен 0 теңге кетті. Мен ештеңе істеген жоқ. Мен просто ботқа кірдім, подписаться етілдім, Twitterге кірдім, подписаться еттім, ретвит жасадым. Примерно сондай задание орындадым, болдым. Ары қарай біз күтеміз. Бұл airdropтар может быть бір аптадан кейін беруі мүмкін, может быть бір айдан кейін беруі мүмкін, кейбір airdropтар даже бір жылдан кейін беруі мүмкін. Оған біз қатты назар аудармаймыз. Біздің мақсатымыз максималды түрде барлық airdropқа қатыса беру. Осылай достар, бізде теория бітті, енді қазір практикаға өтейік. Сонымен достар, мен қазір телефон экранына назар аударайық, сіздерге практика жүзінде қазір барлығын түсіндіріп көрсетемін. Ең бірінші сіздер Зе Құлымбет блогына кіресіздер. Егер тіркелмеген болсаңыздар, астына ссылкасын қойып қоямын, менің телеграмға кіріп тіркеліп қойыңыздар. Одан кейін Зе Құлымбет airdrop каналын қайдан табамыз? Закрепленныйға басамыз. Осы жерде төмен түссеңіздер, міне Telegram чат канал деп тұр.
Былай айтқанда кімге қалай ыңғайлы, мысалы барлық чатпен кірсеңіз болады, немесе прямо кірсеңіз болады. Мысалы барлық чатпен кіремін десеңіз, осы жерде менің бүкіл каналдарым тізімдері бар. Осы жерде мынау жерден airdrop деп бассаңыз, мынау жерге тіркеліп қойыңыз тоже. Новый канал шыққан кезде осы жерден уведомление шығады сіздерден. Міне Зе Құлымбет airdropқа кіреміз. Airdroптар тізімдері менде әлі тұр. Көбісі актуальный, то есть қатысып отырсаңыздар болады. Так, міне менде соңғысы бүгін шықты. Бағана 10 минут бұрын салғанмын. Осы ботты қазірдегі практика жүзінде көрсетемін. Міне airdrop 3, то есть 3 деп ме? 13 airdrop біздің 13-ші airdrop мынау. Сарымен тұрған бұл әлі ақша төленбеді деген сөз. То есть бізге токен таратпады. Ал мысалы қазірден көрейік, жоғарыдан жасыл бар ма? Сары домалақ. Сары домалақ, жасыл көріп тұрсаңыз, бұл төленді мысалы. Сонымен DLRS токенге қатысқандан құттықтаймын. Табыс $26 болды. То есть жасыл уже бізге төленді. Ал сарылар төленген жоқ. Сол себепті былай ориентировка жасау үшін жасап қойдым. Міне токен названиясы Hero деп аталады. HERO, Hero деп аталады. За задание 2-1 Hero береді, примерно $21. Рефералка шақырған үшін 0,1 Hero береді. Бұл жерде 0,1 емес, $1. Ғана қате жазып қойыппын, қазір жүндеймін. Сосын бір Hero токеннің бағасы $10. То есть бір токен алсаңыз $10 таптым деген сөз. Ал мына жақта $21 табасыз. Сложность бір звездочка. Егер бұны білмесеңіздер, просто закрепленныйға басасыздар. Мына жерде көрініп тұр. Бір звездочка оп-оңай, 2 звездочка орташа, 3 звездочка қиын. То есть заданияның қиындығына байланысты мен звездочка қойып отырамын. Одан кейін осы ботқа кіреміз. Міне мына жерде бәрі жазылып тұр, пошагово. Осыған басамыз, бот дегенге. Не ашылады, стартты басамыз. Наны егер толыққанда оқып шығамын десеңіздер, просто наны Google переводқа жазып оқып шықсаңыздар болады. Бәрі қарапайым. 99 боттардың барлығы ағылшын тілінде, сол себепті сіздерге лучше Google переводчик жазып алған дұрыс. Play Market'тен немесе iOS немесе App Store платформадан Google переводчик жазып алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Міне біз қазір несін орындаймыз. Ботқа кірдік. Please answer 26 қосу 2. Continue басамыз, продолжить. 26-ны 22-ке қосамыз. Так, 26 қосу 2, 28 бізде да. Әр боттың өзінің несі әртүрлі, сол себепті бәрі бір-біріне ұқсас емес. Кейде ботқа кіргенде басқа нәрсе шықса, оған қатты қорықпаңыздар, просто переводпен, Google переводчикпен кіріп не істесеңіздер болды. Міне Telegram ботқа тіркел деп жатыр. Please join our Telegram group. Кіреміз, тіркелеміз. Не подписаться, присоединиться басамыз. Все, артқа шығамыз ботқа қарай. Done басамыз. Done деген типа я выполнен деген сөз. И потом our channel, енді группаға, то есть енді каналға тіркелеміз. Міне. Тоже присоединиться басамыз, артқа шығамыз. Кстати, осы каналдарда, осы группаларда басқа адамдар, сендер сияқты адамдар отырады, сол себепті ақпарат тоже шығып отырады. Қарап отырсаңдар болады, то есть былай каналдарда қандай жаңалық шығып жатыр. Осыны Google переводчикқа салып, перевод жасап, былайқан ақпарат алып отырсаңыздар болады. То есть бұл каналдар тоже қарап отырсаңыздар болады. Одан кейін Don'ды басамыз. Так, міне Twitter дейді. Twitterге кіреміз. Кстати, сіздер Twitter аккаунт болмаса, просто создать аккаунтты басып, Twitter ашып алыңыздар. 90% airdrop Twitterге керек болады. Мысалы, мына жақта читаю деген бар. Менде уже басылып тұр, читаю деген, мен уже басып қойдым. Сіздер читать деген шығады. Читаттың үстінен басасыздар, читаю деп шығады. И все, артқа шығамыз. Кейде сұрайды ретвит деген. Ретвит деген просто мынау жерде астына тұрады. Міне мынау лайк басам, соның жанында ретвит деген бар. Міне мынаны бассаңыздар, міне жоғарыда ретвит деген тұр, соны бассаңыздар өздері не істейді. Оны сұраған кезде ғана басасыздар. Бүгін бізде сұрап тұрған жоқ. Сол себепті оған баспай қоямыз, артқа шығамыз. Өзіміз немізге ораламыз. Мысалы, мына жақта қараңыздар, собачка ZLDOS бұл біздің логиніміз. Бұны біз қазір мынау жерге жазамыз. Собачкамен жазылып тұр. Егер подписаться жасап болғаннан кейін мынау жерге ZLDOS деп жазып қоямыз, и все, отправить басамыз. Мен қазір отправить жібермеймін.
себебі мен уже басқа немен тіркеліп қойдым, Telegram, Twitterмен. Осыны жібергеннен кейін тоже дон басамыз, и сіздерден TRX Tron адресін сұрайды. Так, оны біз наяқтан аламыз. Так, Trust Wallet'ке кіреміз. Trust Wallet, міне Tron адресі, міне Tronға кіреміз. Осы жерден получитті басамыз и скопировать басамыз. Все, осыны біз ботқа жібереміз. Осылай жібереміз. Мен просто Twitter'ден арғай өткен жоқпын. Мен басқа аккаунтпен регистрация жасап қойдым, сол жерден нау аккаунтпен жасамаймын. Міне осылай нені аламыз да жібереміз. Фук деп адресті. Міне дұрыс емес деп тұр, то есть Twitter'ге тіркелу керек. Короче, осындай тема достар. Осыны өтіп аласыздар, и все, басқа ештеңе істемейсіздер, күтесіздер. Міне мына жерде менде бәрі жазылып тұр. Tron адресін жазамыз. Tron дегеніміз сол Trust Wallet кошельке кіреміз, и раздача уақыты 10 күн ішінде болады. Немесе 10 күннен кейін, немесе 10 күн ішінде тоже сол каналдарына тіркеліп қарап отыру керек, қашан не шығады, қашан қандай ақпарат шығады. И вывод Just Swap арқылы. Выводты қазір уайымдамаңыздар, егер білмейтін болсаңыздар, мен өзім вывод жасаған кезде сіздерге айтамын қалай жасадым және қаяққа кіру керек. Сол себепті ол жағын уайымдамаңыздар. Главное, осы аирдроптарды өтіп отырсаңыздар болды. Мына жоғарғы аирдроптардың бәрі актуальный. Сонымен достар, осылай сіздерге қысқаша ғана осылай көрсеттім. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер қиындық болып жатса, әрине қосымша сұрақтарыңызды чатқа қойсаңыздар болады. Арнайы аирдроп каналының чаты бар, сол жақта бір-бірлеріңізден сұрап отырсаңыздар болады. Арасында мен де сіздерге жауап беріп отырамын. Әрине криптовалюта саласында мүлдем хабарларыңыз болмаса, кішкене қиындау болады сіздерге. Бұл аирдроптан ақша табу үшін сіздердің жастарыңыз маңызды емес, бірақ кішкене болса бір опыт керек. Перевод жасап, Trust Wallet кошелекті қалай ашу керектігін өздеріңіз былай үйреніп алсаңыздар, онда мүлдем оп-оңай болады. Просто көздеріңіз жұмып заданиясын орындап, не істеп отырсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып, комментарийға сұрақтарыңызды қойып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар, және болашақта қызықты, пайдалы ақпараттар әлі шығып отырады. Қазір мен бір Telegram бот тексеріп жатырмын. Құдай қаласа, егер ақша шығарып жатса, ол Telegram ботты менің Zequmbet Money каналымда шығатын болады. Сіздермен болған Zequmbet, келесі жүзгенше табысты күндеріміз көп болсын. Жазып кеттік па?